Сіздерге өте дәмді, ерекше ыстық тағамның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы тағамды кешкі асқа немесе түскі асқа жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады және де барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін өткізбей қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін все деп таңдап қойыңыз. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды, содан соң ұзынша етіп туралған етімізді кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Және де бір үлкен пиязымызды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Осы еттің үстінен салып, оны да жақсылап араластырып қуырамыз. Содан соң алдын ала тазартып, сарымсағымызды және болгар бұрышын турап аламыз. Болгар бұрышын бұл жерде мен 4 бұрышты үлкендеу етіп турадым, ал сарымсақты майда етіп турадым. Жақсылап барлығын араластырып 5 минуттай қуырамыз. Содан соң осылай ұсақтап туралған сәбізімізді және жұқалап етіп турадым, ұзыншалап. Одан кейін тартылған қызанақты 2 ас қасықтай қостым. Томат пастасымен алмастыруға болады. Дәміне қарай аздаған тұз салдым және де барлығын толықтай араластырып 5 минуттай қуырып алдым. 5 минут өткеннен кейін үстіне салқын мұздай су құйдым. Міндетті түрде су салқын болу керек және де көп құймайсыздар, осылай еттің бетінен кішкене ғана асып тұру қажет. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырды дайындау үшін таза ыдысымызға бір жұмыртқаны саламыз, үстінен су құямыз және де тұзымызды салып араластырамыз. Егер сіздің отбасыңызда көбірек адам болса, жаңағы 200 граммдай көбірек су құйсаңыздар болады. Мен бұл жерде 60-70 граммдай ғана су қойдым. Және де електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап июін қандырып, қамырымызды біріктіріп, орташа жұмсақтықта илейміз. Өте жұп-жұмсақ болып кетпесін. Осылай қолдың ебімен ыдысымызды тазарта отырып, толықтай қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Және де иленген қамырымызды осылай бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Су қайнағаннан соң картошкамызды осы ірілік етіп турап салып, бетін жауып тағы да қайнатамыз. Жаңаға 5 минуттан кейін қамырымызды тағы бір басып илеп қойдым. Одан кейін осындай әдемі жаңағы жұмсақтау қамыр болып шықты. Ұнды себе отырып, алдымен жұдырығымызбен, содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды дөп дөңгелек жұп-жұқа етіп, толықтай қамырымызды жайып алатын боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, және де лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен қатар достарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып алдық, үстіне сұйық майымызды құйып, осылай толықтай барлық бөлігіне жағып аласыздар. Щеткамен жақсаңыздар да болады, қолмен жаққан өте тез және де ыңғайлы, сондықтан солай жақтым. Үстіне ас көгімізді майда етіп турап, осылай барлық бөлігіне жаңағыдай сеуіп шығамыз. Қамырдың дәл ортасынан жаңағы тесіп, осылай оратып аласыздар. Егер бұлай орау қиын болса, қамырды 2 бөлікке бөліп, тек қана жаңағыдай солай орап шықсаңыздар да болады. Ол енді өз еріктеріңізде. Осылай орасаңыздар да болады. Ешқандай арасы жабысып қалмайды. Май болғандықтан жабыспайды және де барлығы бір тегіс болып оралады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай оңай оралады. Егер де бұлай қаламасаңыздар, жаңағыдай ортасынан бөліп орайсасаңыздар да болады. Және де оранған қамырымыздың барлығын осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Барлығы пісуге аз уақыт қалғанда, 30 минуттай қалған кезде етіміздің пісуіне осы қамырымызды салатын боламыз. Міндетті түрде суы осындай болып тұру керек. Егер суы тартылып кетсе, жаңағы үстіне су құюға болады. Міне барлық қамырды орналастырып шықтым. Және осы суда бұл қамырымыз толықтай 25 минутта пісіп қалады. Осымен бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Ең астына картошкамызды осылай саламыз және қамырларымызды жан-жағына қойып шығамыз. Үстіне етімізді салып, қалауыңызша көкпияз, ақскөкті салып ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді, еті де сондай жұп-жұмсақ болып шығады. Бұл тағамды міндетті түрде көбірек жасай беріңіздер, өйткені барлығына ұнайды деген ойдамын. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Дәл осы сәтте барлық тағамды біз тауысып жеп қойдық. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.